Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, әдемі болып шығатын хвосттарды дайындайтын боламыз. Жасалу жолы да аса қатты қиын емес. Ең алдымен біз ешқандай бояу қосылмаған түсінен бастап істейтін боламыз. 2 жұмыртқаға 2 магазиннің жұмыртқасы мен 2 үйдің қолдың жұмыртқасын қосатын боламын. Кәдімгі магазиннің жұмыртқасымен істей берсеңіздер де болады. Менде қолдың жұмыртқасы бар болған соң, осы қолдың жұмыртқасының сарысын қостым. Сонда менде сары болып шықты. Осыны жақсылап араластырып, вилкамен ғана араластыра беріңіз. Ешқандай миксерді пайдалану қажеті жоқ. 30 грамм шекерімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Тұзымызды қосамыз, сосын уксусымызды қосып, барлығын жақсылап біркелкетіп араластырып болған соң, ұнымызды қосып, орташа қамыр илейтін боламыз. Тым қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа қамыр болып шығу керек. Сосын басқа да түрлі түсті етіп, басқа красительдерді қосып, қамырымызды илейтін боламыз. Кез келген мерекеде жасай берсеңіздер болады, немесе өзіңіз шай ішуге жасасаңыз да өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап қойыңыздар. Енді қамырымыз тынуы үшін салфанға салып бөлек қоя тұрамыз. Оған дейін басқа екінші түрлі түсті етіп қосып илейтін боламыз басқа қамырларымызды. Дәл жаңағыдай, бірақ мен көлемін азайтып істеп жатырмын. Көлемін жұмыртқа, жаңағы қалып кеткен ағын, соларды араластырып істеп жатырмын. Солай істеп берсеңіздер де болады. Краситель 4-5 тамшы қосып жібересіздер. Осындай бір красительді алып қойсаңыздар, ұзақ уақытқа жетеді. Осылай жақсылап араластырып 5-6 тамшыдан қосып жібересіздер. Қосып жатқан красителіміздің ешқандай зияны жоқ. Бұл кәдімгі торттарға, кремдерге қолданатын красительдер. Қорықпай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Бұның ешқандай зияны жоқ. Июі қанып, демалып болған қамырларымызды барлығын бір келкі етіп жайып шығамыз. Жұқалау етіп барлығын жайып болған соң, барлығын бірдей етіп бір өлшемде кесіп алатын боламыз. Осындай кескіштің көмегімен кесеміз. Егерде бұндай жоқ болса, кәдімгі пышақты пайдалана берсеңіздер де болады. Бірақ осымен сәл сәндірек көрінеді. Осылай сызғыштың көмегімен немесе көз мөлшерімен сыза беріңіздер. Ені бір 5 сантиметрдей болуы керек. Барлығын бірдей етіп кесіп болған соң, содан соң барып майға пісіретін боламыз. Майыңызды тым қатты қыздырып жібермеңіз, орташа қызудағы майға пісіреміз. Қызулығы төмендеу майда пісіреміз. Қатты қызып тұрған майда пісіруге де болмайды. Өйткені қатты қызарып кетуі мүмкін, немесе сіз орап үлгермей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан бірінші сәл жай оттан бастаңыздар.
Менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген пайдалы рецептілер бар, және де тегін мастер-класстар бар. Қазіргі кезде сатылымда жүрген, кіріп көріп жасап көрсеңіздер болады барлығын. Және де достарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Осылай шет-шетінен домалақтап етіп кесіп, бір-біріне жабыстырып, осылай да пісіріп алсаңыздар болады. Өте оңай, қиын ештемесі де жоқ. Мен сіздерге міне видеоны баяу етіп қойдым. Қалай бар, видеоны қалай түсірілген, солай көрсетіп жатырмын. Міне осылай шаңышқыға немесе осындай бір қолыңызға ыңғайлы затқа орап бастайсыздар. Міне барынша видеоны жылдамдық қоспай көрсетіп жатырмын. Осылай шетінен бастап орайсыздар. Сіздер орып, біркелкі етіп орап біткендеріңізше ол өзі де пісіп қалады. Сосын тездетіп екінші бетіне ауыстырып пісіріп аласыздар. Бірден шықпауы мүмкін, бірақ көңілденіп пісірмеңіздер. Шөппен істеген соң барып, немесе қолдарыңыз сол кезде үйренуі мүмкін. Бірден бола салмайды, менде де бірден болған жоқ. Сөйтіп істеп қолым үйренді. Осылай міне шетінен бастап орайсыздар. Дәмі өте керемет шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолыңызға егер шпажкамен жасау оңай болса, шпажкаға орап алып, сосын дөңгелетіп пісірсеңіздер де болады. Бірақ мен қолым осыған үйренді, осылай істеу маған ыңғайлы болғандықтан осылай жасап сіздерге де көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, менің рецептім бойынша өте дәмді шығады.